Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге шарлотка, яғни алмалы бәліш аталатын пирог дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге қажетті заттар 5 жұмыртқа, ұн, қант, сұйық май және де разрыхитель. Дәміне қарай ваниль қоссаңыздар болады. Ыдысымызға 5 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант қосып, миксермен 3-4 минуттай жақсылап көпіргенше араластырамыз. Мінекей біз аппақ болып көпіргенше араластырдық. Енді оған сұйық майымызды құямыз. Тағы да 30-20 секундтай араластырамыз. Ендігі кезекте ұнды, қопсытқышты, ванилинді салып араластыратын боламыз. Біз араластырып болдық. Мінекей бізде осындай тесто шығуы қажет. Ендігі кезекте біз алмаларымызды жуып аламыз да, оны 2 бөлікке турайтын боламыз. Мінекей осылай видеодағыдай 2-ге бөліп турайтын боламыз. Енді алманың ұсақтап туралған бөлігін алып, тестаға салып, қасықпен араластырамыз. Астынан үстіне қарай жаймен араластыратын боламыз. Біз араластырып болдық. Енді оны формаға саламыз. Форманың астына пергамент қағазын қойсаңыздар да болады. Мен май жағып қойдым. Барлығын түсіріп, бетін ақырындап тегістейтін боламыз. Енді алманың екінші бөлігін алып, тестамыздың үстіне қоямыз. Барлығын қойып болғаннан кейін 180 градуста 50-60 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің шарлотка атты пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.